Қара қалпақта ардақлы ұл саналып, намыс үшін жанды берсе жан алып, Қарезм түркменге даңқы таралып, дүнияға бір келді Ерназар бабам. Опа табылмады құрған кәнтінен, ғапыл қалып дұшпанның пәнтінен, ел қайысты айырылғанда мәртінен, нарым есіл ерім Ерназар бабам. Алпамыстай ол айрықша жаралған, жауға шапса белге қуат таралған, жалғыз өзі 100 жігітке саналған, кемлікке көнбеген Ерназар бабам. Теңсізлік үстімізден атлар ойнатты, арлы жігітлердің кегін қайнатты, ызақорлық көзінде от жайнатты, елге айбат болды Ерназар бабам. Табағын жалаған шоңқық майшылар, ала көздің жолын қайшылар, тұяғына мық қадалған байшыбар, айлауда арға шапқан Ерназар бабам. Қалқ үшін қыршын кетті қиылып жаны, кек үшін қайнады тамырда қаны, батырға арман болды еркінлік таны, көзі ашық кеткен Ерназар бабам. Қанын жатты дызлы шорға қарылып, ана жер кетпеді текте жарылып, елім деген ерге дүния тарылып, еленбенде болды Ерназар бабам. Батыр кетіп зорлық әбден үдеген, жалаң аяқ халық қайта жүдеген, қабіріне жолбарыстар түнеген, аруақлы батырым Ерназар бабам. Ел халықтың көксінде түр күйігін, айтар болсам ұзақ сөздің түйінін, тірілерден қадірі бәлен биігім, сізді ұлықлаймыз Ерназар бабам. Қазір ел үстінен думан серпілді, тасламадым бастан қара бүркімді, қуанар ел қазір көрсен көркімді, батырлық тымсалы Ерназар бабам. Авторы Гүлстан Дәулетова.